Сәлем достар, бүгін біз ең оңай дайындалатын тамақты жасаймыз. Тез әрі оңай. Бізге керегі міне көріп тұрғандарыңыздай картошка, ет, пияз және де майонез. Баршамызда бар ондай холодильникте табылатын ингредиенттер. Мен осындай форманы алдым, астын май жақтым, маймен осылай. Үстіне енді кесілген ет тілімдерін тізетін боламын. Етті астына бір қатарға пісесіздер, бір слой қылып. Мінекей, көріп тұрсыздар. Жіңішке тілімдерге бөлінген, толығыменен астында ет жауып тұру керек. Астына бір қатар етті тізіп болған соң, үстіне пиязды тіземіз. Кішкене тұз себеміз, пиязды салып болғаннан кейін пияздың үстіне. Содан кейін картошканы үстіне салатын боламыз, пияздың үстіне. Мінекей қараңыздар. Мінекей картошкасын салып жатырмыз. Егер сіздер формаңыз үлкендеу қылып алатын болсаңыз, мысалы квадратный форма мөлшеріне қарай кішкене етіңізбен картошкаңыздың мөлшерінде кішкене көбіректеу қылып аласыздар. Міне, бір қатар салдық картошканы, үстіне тағы кішкене тұз сеуіп жіберу қажет. Тұз сеуіп болғаннан кейін үстіне қалған картошканы толығымен салып жайып, бетіне майонез жағатын боламыз. Тегістеп майонезді жағасыздар. Толық жабық болу керек. Беті алдын ала пешті қыздырып қоясыздар. Осылай картошкаңызды салып, майонезін жағып біткенше уже пешіңіз қызып дайын тұрады. Мен 200 градусқа қоямын. Сіздің өзіңіздің пешіңіздің қызуына байланысты уақытпенен қызғанын қарайсыздар. Мен 200 градусқа қоямын. Жарты сағаттай шамамен піседі. Мінекей. Толығымен беті майонезбен жабық тұру керек. Картошка қатты күйіп кетпеу үшін. Жұмсақ болып піседі сол кезде. Бетін толығымен майонезбен жақтық. Енді қызып тұрған пешімізге саламыз. Беті қызарып піскен кезде білінеді, дайын болып. Қызарып піскен кезде міне осындай қылып аласыздар. Саласыздар да тарелка қалауларыңыз бойынша қасына гарнир қосуларыңызға да болады. Гречка немесе күріш қасына гарнир қоссаңыздар да болады. Мен негізі гарнирсіз дайындаймын. Барлығыңызға ас болсын, дайындап көріңіздер. Лайк басуды ұмытпаймыз.